Сәлем народ, қалайсыздар? Рамазан айы құтты болсын. Бұл менің екінші видеом. Алдыңғы видеода мен өзімді таныстырған болатынмын. Видео номер 2. Бұл жерде біздермен получается лайфхакпен бөлінемін, а именно қаржылық сауаттылыққа байланысты. Оны айтпастан бұрын менің парақшама тіркеліңіздер. Алдыңғы уақытта қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Лайфхак номер 1. Ол контроль своих расходов и доходов. Яғни сіздер оны өздеріңіз қағазға жазсаңыздар болады. Қағаз бұнда қалай? Тетрадь можете завести. Барақтарыңыз қолдарыңызда смартфон, телефон бар ғой. Финансы, расходы деп Play Market болсын, App Store болсын, қайда жазсаңыздар, любой бесплатный приложение шығады, и там можете вести весь учет. Это первый лайфхак. Второй лайфхак, это у нас идет спонтанные покупки. Яғни не совершай спонтанные покупки. Это в-третьих, трать меньше, чем ты зарабатываешь. Бірінші кезекте жаңа айтқандағыдай расходты жүргізу ол өте важный момент, потому что доходты тоже. Неге десеңіздер, если не будете соблюдать первый лайфхак, то лайфхак екінші, третьеден вообще толк жоқ былай қарағанда. Взаимосвязаны ғой. Оның барлығы бізге не үшін керек? Мы, соответственно, живем рыночный экономика елде. Яғни біздің мемлекетіміздегі любой бағалардың барлығы әлемде болып жатқан, в данном случае экономикалық политические вопростардың барлығына құбылмалы. В настоящее время, мысалға бізде болып жатқан мәселе, көршілес еліміз, Ресей Федерациясының жаңағы Украина елімен болып жатқан арасындағы сол бір военная операция деп айтып жатыр ғой, енді типа специальная военная операция демай, демилитаризация, денификация деп жатыр. Соған байланысты бүкіл әлемдік жаңағы бүкіл демей-ақ қойық енді вообще кетіп, батыс елдерінің, яғни Еуропа елдерінің бірігіп салған санкцияларынан Россияда белгілі бір Ресей Федерациясында экономикалық дағдарыста болып жатыр, иә? Оның, соответственно, біз енді ол елмен біздің крупнейший партнеріміз болғандықтан, по экспортеру, как по импорту, у нас, соответственно, оның барлығы әсер етеді. Как бы мы ни говорили, ой, бізге пайда жоқ, зиян жоқ, несі жоқ, қатысы жоқ дегенмен, енді көрші адам ғой, көрші қасындағы нәрсеге тиген, ол саған да тиеді ғой, тем более нарықтық заман, барлығы взаимосвязано, все, мына финансовая система, барлығы интегрированный дүние болғандықтан, от этого избежать невозможно, тем более біздің теңге ол құбылмалы валюта, біздің мемлекетіміз дамыған елдер қатарына енбейміз әлі, өкінішке орай. У нас все держится на минеральных ресурсах, а именно на его, получается, экспорте. Біз сатқаннан пайда көреміз ғой, бюджетке түскен ақшаның барлығы сол. Енді основной доход идет от налогов, но от импорта минеральных ресурсов, наших природных достояний еліміздегі, мы это имеем тоже немалые деньги. И, соответственно, мы это все покупаем в долларах, и это все барлығы взаимосвязанное, но жағын қатты түсіндіру керек жоқ деп ойлаймын. Түсінетін адамдар түсінеді, білетін адамдар біледі. И, соответственно, и сол кезде, нарықта өмір сүрген кезде, болды ғой, во время карантина, көп адамдар қиындыққа ұшырап қалды, жұмыссыз қалып қалды, ақша болмай қалды запаста. Өткені январьский события болған кезде 2-3 күн жаңағы бір аптадай почти шыға алмай қалдық, связь болмай қалды. И когда денег многих не было, не могли снять, и ойбай деп сол кезде паника сап қалды да. И это очередной раз, второй раз за последние 2 года доказательство того, что мы должны вести учет своих денег. Алдын ала быть готовым ко всем неожиданным, непредвиденным обстоятельствам. Для этого нужно вести учет. А чтобы вести учет, соответственно, это все нужно писать. И доходтарын бәрін санап. Доход даже не только у людей зарплаты, у кого-то там, не знаю, дополнительные доходы, своим делом занимается, и там басқасы деген сияқты ғой. Соның барлығын есептеу керек. И потом расход жасау керек. И потом посмотреть в определенный период, через неделю, не знаю, через месяц, кто как хочет, расходтарыңызды и оценить, аналитика жасау керек та, нужен вам это да, жаңағы нәрсе алғандастан керек пе еді, кереген жоқ пе еді, обоснованы ли те или иные ваши все расходы, былай қарағандашы, очередь санайық, и соның барлығын қарау керек. Это ол расходқа байланысты. Екінші лайфхак, мен айтқан спонтанные покупки. Это что у нас говорит? Вот у нас енді байқасаңыздар, сейчас маркетинг дамыған ғой. Куда ни гляди, налево, направо, машинамен кетіп барататын болсаң да, там билбордтарда, телефонда ашып қалсаң, каждый между сториспен қазір уже на инстаграмда элементарно, между постами реклама, ютубтан бір видео көретін болсаң, реклама шығып тұрады ғой. Это все запичкано везде, маркетологтың несі, сам слово маркетинг. И по-любому бір жерде болса, бір жерде ілініп қаласың. Они умеют это, это былай целая наука деп айтса болады шығар. 21 ғасырдың ең қарқынды дамып келе жатқан салаларының бірі ғой, былай қарағанда. Дамып болды, наверное, уже и әлі дамымай, правила көрсетеді ғой әрине. Я к тому, что сол кезде, чтобы, как бы сказать, ловушкаға түсіп қалмау керек, да? Лучше подождать и посмотреть.
правило 10 минут дейді ғой, осознанно қарау керек, эмоцияға беріліп, күшті екен деп қызығып, карточный неге анаған мынаған әдемі сөздерге лаужға түсіп қалмай қарау керек. Стоп, бұл маған керек па, керек емес па, ертең мен бұдан толық бола ма, маған болмай ма, зачем мне это вообще надо деген сияқты, нужно ли мне это, нет, өзіңізге сұрақ қойыңыздар. Вот былай қарайсыздар, со стороны на себя посмотрели, ой, зачем деген сияқты, потому что сіз алып қоясыз, и потом, ой, блин, нужно было не покупать, я же на тоже деньги копил деген сияқты қылып, сізге алдын ала қойған уже жаңағы расход доходтарыңызды жасаған кездер уже бір нәрсе үшін жасап отырсыздар ғой, вы же не просто считаете деньги же, вы считаете деньги, чтобы понять, ертеңгі күнге бір более крупный зат алғанға вы планируете свои жаңағы расходы, доходы, где нужно сэкономить, вы сэкономили, где нужно там жаңағы басқа нәрсеге көбірек ақша салу керек болса, салу керек деген сияқты ғой, там знание свое вложить, фитнесқа барып деген сияқты ғой, сондай моменттерде сол керек дүние да, и понимать сондай нәрсені. А третий лайфхак, это у нас не трать меньше, чем ты зарабатываешь дегенім, это имеется в виду, ну если вы, ваш жаңағы доход не позволяет тратить больше, не нужно лезть в долги, занимать там, покупать это в рассрочку, в кредиты. Вы лучше протерпите. Қазір андай заман, настолько мир сейчас меняется күннен күнге. Сіз мысалы бір нәрсені алдыңыз, сіз оны взяли в рассрочку или в кредит, да, уақыт уже бір жылда болмай, жарты жыл болмай, уже новый шығады да, сіз алған затыңыз мотадан шығып кетеді. Зачем өйтіп ақшаны жаратуға? Лучше өзіңіз бар затты, главное рабочие, там одежда целая, поноси, походи, ты лучше свой доход увеличь и купи это в наличку, или там более важные вещи купи, вложишь в что-то, не знаю, там бизнес поставь деген сияқты ғой. Қазір баяғыдағыдай емес қой, бизнес бастау үшін огромная сумма қажет емес. Сейчас очень много жаңағы видов заработка, если немножко мозги включить, или да хотя бы у нужных людей консультации алып, там, обучение алсаңыздар, не тех, кто рекламирует, ойбай, бүйтем сөйтем. Вот по факту, тық, который бағасы вполне нормальный, не жалко, 5 мың 10 мың теңге көлемінде білімге салып, кәдімгідей нормальный адамдардан алатын болсаңыздар, можно дополнительный доход жасауға, а не ходить тупо ақшаның барлығын налево направо жаратуға деген сияқты ғой. Это вот айтқаным 3 главных лайфхак, которые вот держатся рыночный жаңағы әлемдегі адамдардың жаңағы финансовый независимый кісілер. Вот основные правила осы, жаңағы правила көп қой, былай қарасаң, формула успеха, я тебе покажу формулу деген сияқты аңдар бар ғой, но это формула для него подействовала, нет гарантии, что он подействует на тебя. А лайфхак, который я говорю, он един для всех везде. Любые финансовые жаңағы книги или мотивационные книги касаемо финансов держатся на основе этих, былай қарағанда, рекомендаций, на основе него она раскрывается более глубоко ғой, былай қарағанда. Әркім просто сөз ауыстырады, местами слова меняет, но смысл-то один, главное. И мен сіздерге тоже айтамын, сол үшін расходтарыңызды жиыңыздар, нәпсілеріңізді кішкене тыйыңыздар. Даже Аллах тағаланың өзі де Құранда айтқан ғой, нәпсілерін жаңағы тыю керек, не нужно гоняться за всем, как жаңағы жанып тұрған, жылтырлап тұрған нәрсенің барлығын, это, как бы сказать, не нужно, былай қараңдаршы. Нужно жить для себя, а не для кого-то ғой, в конечном итоге. Вот это главное, қаржылық сауаттылыққа айтылатын рекомендация осы негізі. Ну, менен лично, өзімнен лично от меня, это для вас. Обязательно подпишитесь на мой инстаграм, будем дальше делиться полезными информациями сіздермен. Давайте, пока.